Қалайсыздар гүлсер қауым, көңіл күйлеріңіз қалай? Бізде бүгін Шымкентте 15 градус жылы көктем болып тұр. Бүгін герань гүлдерімді сәл қураған жапырақтарынан арылтып, тазалап, әдемілеп қояйын деп осы кіреберісшемде жұмыс жасап жатырмын. Гүлдерге қараңыздар, міне өсті постоянно идеальный красота болып тұра бермейді. Мынандай астында осындай мусорлар шығады. Өстіп, анда-санда орталарынан қураған жапырақтарын алып, содан тазалап, қураған жерлерін кесіп, әрдайым жұмыс жүріп тұру керек. Сонда ғана гүлдеріңіз өстіп, жайнап, жайқалып тұратын болады. Міне қараңыздаршы, қаншама мусор шығып жатыр. Міне қазір бәрін тазалап, сыпырып сиырып алатын боламын. Міне осылай гүлдердің қураған жапырақтарынан, қураған гүлдерінен бәрін арылтамыз. Мысалы қурап қалған, бұл гүлдің түкте қажет жоқ, әшейін тұр. Өстіп полный бәрін қарап шығасыз ғой. Міне көрінбегенмен міне араларында өстіп мынандай болып қураған жапырақтарды міндетті түрде тазалап тұрғаныңыз абзал. Сонда ауа кіріп, гүлдер қайта басқа жаңа жапырағын шығарып, әдемі болады да, пышный болып, тұра берсе, ол жерде сіз суғарған кездерде нам тартып, гүлдерді қурауына, шіруіне себеп болады. Сондықтан өстіп қураған жапырақтарынан арылтып, тазалап тұруға міндеттіміз. Ол гүл дегенді қойып қойсаңыз, өзінен өзі жайнап, бір су құйып қойып, анда-санда бір удобрениясын беріп қойсаңыз, жайнап тұра бермейді. Осындай орталарында қаншама еңбек, қаншама жұмыстар жүріп жатады. Міне өстіп, қазір барлығын арғы бетті тазалап болдым. Енді бері бетте мынандай қураған бутондардың бәрінен арылтып тазалайтын боламын. Міне қараңыздар, мына бетте де уже тазалап болдым. Бұяқтан қараңыздар, қаншама мусор шықты. Міне гүл жеген осындай қараумен, баптаумен өсет. Негізінде барлығы тәжірибемен келеді ғой, бұл гүл өсіру деген ше. Мысалы, бір өсіріп, менде талай гүлді өлтіргем негізінде да. Талай гүлдің басына су құйып өлтіргемін. Мысалы, сол қайтпай, қайтадан, мына жерден мен қателік жіберіппін ғой деп сабақ алу арқылы ғана сіз нәтижеге жетесіз да. Мен мысалы осы герань гүлдерінің қайбір жылдары бізде қатты суық, негізі бізде оңтүстік өңірінде ондай қатты суық болмаған ғой. Времянкама кіргізіп қоя салам жылда, сөйтемді көктемде қайтадан шығарып, өсіп қураған жапырақтарынан арылтып, қайтадан жайнап кетеді. Сөйтіп өсіріп жүргем. Сол бір жылы, қай жыл екенін есімде жоқ енді, қатты суық болды да, бүкілі үсіп кеткен ғой. Мен оны үсейді деп ойламағанмын. Минус 27 ма сондай болды да, времянкаге кәдімгідей кірсем, ары бері өткенде терезеде негізі өстіп гүлдер жайнап тұратын. Сөйтіп қарасам, что-то гүлдер біртүрлі да. Сөйтіп кіріп қалсам, бүкіл герань деген кәдімгідей үсіп кеткен ғой. Қап-қара болып үсіп кеткен. Мысалы, мен содан сабақ алдым. Қазірше ауа райға қарап отыратын болдым. Мысалы, қатты минуспа барып, жаңағы неге сәл жылу қосып қоям. Бір-екі күн, мысалы, аязды ұстап тұрса, сол аяз күндері жаңағы біз кішкене шамалы жылу қосып, сақтануды үйрендім да содан. Енді биыл бізде қысты көріп тұрсыздар. Бүгін, мысалы, декабрьдің 29-ы, я? 29-ы бізде 15 градус жылы болып тұр ғой. Биылдыққа мен времянкаге бұларды кіргізген жоқпын. Осы жерде тұр, бұл жерде отопление жоқ, білесіздер. Осы жерде өздерінің герань гүлдерім әлі гүлдеп, гүлдермен мені қуантып, жайнап тұр. Әр жылы әр түрлі болады. Тәжірибені әр түрлі қылып жинайсыз.
сол сияқты гүлді қалай өсіру керек, сіздің күтіміңіз қалай деген барлығына сіздің өзіңіздің тәжірибеңіз керек. Менің атмосфераммен, менің условиямен сіздің условияңыз екі түрлі болуы әбден мүмкін. Тура мен істеген менің мысалы мынандай қоятын жерім, мысалы терезесін бәрі жарқырап, ашық терезенің алды тұр, ал сізде ондай жер болмауы мүмкін. Сондықтан ой мынаны бүйтіп күту, біреудікін қарап емес, өзіңіз өсіріңіз, өзіңіз тәжірибе жинаңыз. Сол арқылы ғана сізге қай гүлді қалай баптау керек екені сізге солай келеді. Негізі қандай удобрение бересіз, ол бәрінде берілетін сол бір удобрение. Для цветущих гүлдеткіңіз келді ма, для цветущих удобрение бересіз. Ол маркасы несі маңызды емес деп ойлаймын мен, негізі өзім білмеймін. Оны көресіздер, әркім өзінің несіне қарай, тәжірибесіне қарай ұнағанын алып бере бересіз. Ал енді мынау гүлдердің орны, жарық түсуі барлығы ол әсер етеді. Әркімнің несі әртүрлі да. Бір гүлге мысалы мен биыл мысалы гераньдарды осы жерге қойсам, қыс бойы гүлдеп тұратын, мен биыл бірінші рет ауа райының ыңғайлылығына қарап, биыл мысалы герань гүлдерімді осы жерге қалдырдым. Енді қыс бойы менің көзімді қуантып осы жерде тұр. Енді январь айын көреміз, қатты минусқа кетіп бара жатса, амал жоқ, уже ішке кіргізетін боламын времянкаге. Ол времянкаде де негізінде не жоқ, жылу жоқ. Бірақ енді ол жерде мынау бәрі мына жер қапталғанымен шеттерінің бәрі, шелдерінің бәрі ашық қой. Аяз қатты ұрған кезде мынау горшоктарға мұз қатып қалады да, и тамырлардың бәрі уже үсіп кетеді да. Сол себепті ғана мен времянкаға кіргізем. Ояқ несіген тасқып жауып қоясың, бұл жылуды қатты суып баратса, кішкене шамалап жылу қосатын боламын. Ал қалған күндері жылусыз тұрады ол жақта да негізінде. Солай қыздар, гүлді күтіп баптаудың әркім өз тәжірибесімен жинайды. Ол біреудің күтіміне қарап, сіз гүлдерімді солай күтем деген ол дұрыс емес негізінде. Сіз өзіңіздің үйіңіздің атмосферасына, жарқына қарайсыздар, ылғалдылығына қарайсыздар. Қатты, мысалы бір жерде гүліңізді қойып көріңіз, ол жерде өзіңіз байқайсыз, әдемі өсіп атса қалдырыңыз, ұнамай уже жапырақтарын сарғайтып, гүл өзі сразу белгі береді ұнамай жатқанынша. Бұл гүлге бұл жер ұнамай тұр екен, значит басқа жерге ауыстыру керек. Сразу басқа жерге ауыстырып көріңіз. Бір жерде қақиып тұрып қалмау керек қой, енді әр жерге қойып, сол гүлдің ыңғайын өзіңіз бір күні тауып аласыз. Солай жалғаса береді. Міне екі жақтында жапырақтарынан арылтып тазаладым. Енді қазір барлығын жуып шайып, осы жерді тап-таза қылып жинап қоятын боламын. Міне енді барлық жерді жуып шайып осы кіреберіс жерімді мен тазалап алдым. Қараңыздар, қандай әдемі болып тұр. Әдемілік әлемді құтқарады деген осы. Күшті болып гүлдерім керемет болып қалды. Биылғы қыс өте әдемі. Герань гүлдерім енді вообще супер красота болып тұр ғой, жайнап тұр. Жапырақтары жап-жасыл болып. Биыл мысалы қыстың ыңғайлы болып тұрғаны гүлдерге. Мынандай қатты минустар болып тұрса, бұл жерде мысалы бұл гүлдерді сақтай алмас едім. Алиандр гүлдері де шыдайды негізі осындай салқындыққа. Енді тәжірибе алмасу ретінде мына жерге бір лимонымды әкеп қойдым. Себебі ар жақта жарық жеткіліксіз болып жатыр. Жапырақтары жарық жетпеген екен, жапырақтарын төгіп жатыр. Бірақ бутондар беріп жатыр, сол бутондарын жақсы сақтап қалсын деген мақсатпен жарық жеткілікті осы жерге әкеп қойдым. Бұл жерге жарық өте жақсы түседі.
күн қатты жаңа минусқа кетіп жатса, қайтадан сол жаққа апаратын болам. Ал енді биыл бізде қыс қатты минусқа кетпейтін сияқты. Осымен ары кетсе бір 2 қар жауып берер, сонымен көктемге шығып қаламыз деп. Бізде февраль айы уже почти көктем. Сондықтан биыл қыс өте жұмсақ болайын деп тұр ғой бізде. Осылай қыздар, мына жерде бір топ апельсинді де осы жерге алып келдім. Көрейік. Если осындай жарықта нені жақсы ұстап жатса бутондарын, келесі жылы бұл жерге герань гүлдерінен көрі мен осы жеміс беретін лимон ағаштарымды сақтайтын боламын. Міне гүл деген, әдемілік деген әлемді құтқарады. Әдемілік, сұлулық қандай тамаша. Көңіліңізді көтеріп, жаныңызды жадыратып, өмір сүруге деген желанияңыз ашылып, осылай гүл өсірген керемет қой. Қуанышты күніміз көп болсын. Гүл өсіруден шаршамаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Маған лайк басып, комментария жазып, келесі видеоларды салуға құлшынысымды арттыру мақсатында комментария жазып отырыңыздар, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Керемет. Сіздерге де осындай әдемі гүлдерді, әдемілікті сіздерге де жұғысты болсын, сіздер де өсіріңіздер деген мақсатпен осы видеоны салып отырмын. Келе жатқан жаңа жылымыз құтты болсын. Жаңа жылда жаңа табыстар мен жаңа белестерге, жаңа биіктерге шыға беріңіздер. Жаңа жылымыз құтты болсын.